Assalamu alaikum достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді картоп жасаймыз. Ол үшін бізге керекті заттарымыз, етіміз керек. Және де турап алдық біз оны. Переціміз, пиязымыз, сәбізіміз керек. Осыларды да ет сияқты ұсақтап турап аламыз, және де картоп қажет болады. Біз ең алдымен картопты алып, оны екіге бөліп аламыз. Егер де кішкентай болса, сол біреуін тұтастай пайдалана берсеңіздер болады. Мінекей картоптарымызды алып, олардың ішін қасықпен тазалап жатырмыз. Ішін қуыстап, ішін барлығын картошкаларды қасықпен алып тазалайтын боламыз. Мінекей картошкаларымыздың ішін алып, қасықпен, кішкентай қасықпен алып, ішін қуыстап жатырмыз. Мінекей барлығын ішін тазалап алдық. Енді осы ішінен алған картошкаларымызды ұсақтап төрт бұрышты қылып турайтын боламыз. Оны ішіне фарш ретінде саламыз қосымша. Мінекей біз дайын болған сәбізіміз, переціміз, пиязымыз және картопымызды барлығын алып, осы дайын болған картоптарымыздың ішіне салатын боламыз. Мінекей фаршын дайындап аламыз. Жаңа етімізді туралған және де картопымызды, оның үстіне пиязымызды, перецімізді, сәбізімізді барлығын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді үстіне қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды және де дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Және де үстіне 2-3 ас қасық сұйық май қосатын боламыз. Осылардың барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Неге жақсылап араластырып алдық. Енді осы дайын болған фаршымызды алып, картопымыздың ішіне салатын боламыз. Мінекей барлығын картопымыздың ішіне салып шығамыз. Құрамы қолжетімді заттардан тұрады. Үйде өстіп, жасап, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей картоптарымыздың ішіне барлығын салдық. Енді осыны сковородкаға салатын боламыз. Мінекей салып шықтық. Енді бұны отта қойып, үстіне кішкене аздап қайнаған су қойып, 30 минут, 35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің енді бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей біздің картопымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.